Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның уақытында бір соғыста енді соғыс болады. Сонда бір жас бала, жас жігіт соғыста жаңағы. Қараңыз, дін үшін соғысып өліп жатыр да. Кәпірлердің қолынан қаза тапқан. Соғыстан кейін әркім өзінің адамын іздейді ғой, туыстарын. Сонда бір әйел өзінің баласын соғыс алаңынан табады да. Соғыс алаңынан табады. Қайтыс болған. Сонда ана әйел айтып жатыр: балам, құшақтап, жоқтап айтады ғой, құшақтап отырып баланы айтып жатыр: балам, сен шахидсің, сөз жоқ, сен жәннаттасың. Жаңа енді сөздер айтылып жатыр, енді біраз сөздер, сен жәннаттың періштелер алып кетеді, сыйындырады деген сияқты, сондай біраз жақсы сөздер, мақтау сөздер айтып жатқан кезінде қараңыз, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: сіз олай айтпаңыз дейді. Қайдан білесіз оның жәннатта екенін? Қайдан білесіз оны? Қайдан білесіз? Мүмкін мынау дүниеде ол өзіне қатысы жоқ тірлікке араласып қойған шығар дейді. Болмаса өзіне қатысы жоқ, сөз қозғап қойған. Жалпы мынау дүниеде өзінің қатысы жоқ жерге араласып қойған шығар дейді. Қараңыздар, мұсылман, ең жақсы мұсылман қандай десе, өзінің ісі жоқ жерге басын тықпағаны, өзінің қатысы жоқ тірлікке басын тықпағаны. Қараңыз, ислам үшін соғысып өліп жатқан балаға пайғамбар саллаллаху айтып жатыр: қайдан білесің, ол мүмкін өзіне қатысы жоқ тірлікке араласып қойып жатқан шығар деген нәрсе бар ғой. Жігіттер, бұл бізге шынымен жайлап үйренуіміз керек осы нәрселер. Хадис естіп жатырмыз ба? Құраннан бізге аяттар айтылып жатыр, хадистер айтылып жатыр, осындай өмірбаяндар айтылып жатыр ма? Ол бізге әшейін бір естіп алып, охо деп кете салатын нәрсе емес бұл. Бұған шамаң жеткенше амал ету керек. Мына нәрсені естідің ба? Демек, бізге бар ғой жігіттер, ана болмайтын тесікке мұрнын тығуға болмайды уже. Бізде мынандай ғой, келе жатамыз, екі адам сөйлесіп тұра ма? Барамыз да киіліп кете саламыз ғой, араласып кете саламыз ғой. Біреулер жайлы әңгіме болып жатыр ма? Ол қосылып алып дырылдата береміз да. Сол осы нәрсеге кішкене мән беру керек. Жаңағы не дейді? Біреу жайлы сөз қозғамауға. Ғайбат мынау. Мен айтқым келіп жатқаны бір бұрышы осы ғайбатқа келіп тіреледі. Біреу жайлы ғайбат, өсек, жала. Жалпы осы жерде отырмыз, қараңыз. Бізге бір пайдалы нәрсе үйренуге болады, мысалы. Дәрет жайлы ма? Жоқ. Бір әйтеуір бір жақсы нәрсе үйренуге болады. Жоқ, біз оны қолданбаймыз ғой. Кім ана пәленше жайлы не дейсің? Пәленше үйтіпті ғой, пәленше бүйтіпті ғой. Болды, кетеміз да сонымен. Осы жердегі бір-бірімізден 10 минут. Қараңыз, екі мұсылман кездессе дейді да, мұсылман қандай болады? Мұсылман дос деген қандай болады деген сен оны көрген кезде ол саған Алланы, ақиретті еске түсіреді дейді да. Біз бір-бірімізді көрсек тек дүниені еске түсіреміз да қазір. Не болмаса біреудің қателігін еске түсіреміз. Одан қайтқан кезде не болады? Жүрегің қатайып,